Жағдайымыздың ахуалына қарап, Жәнібек екеуміз бөлініп шығып, қазақ хандығын құрдық. Біз жеңіске бірлік арқылы жеттік. Халық еркін болмай, жеңіс болмайды. Біз әділдік үшін күрестік. Бөлінген елді қайта қостым. Бірлік менің жеңісім. Заң бар жерде тәртіп бар. Тәртіп бар жерде жеңіс бар. Тәртіпсіз ел жеңілетін ел. Мен темірдей тәртіп орнаттым. Жеті жарғы елді сақтаған заң. Ақыл жеңісті баянды етеді. Жеңіс асығыстықта емес, сабыр мен ақылда. 300-дің басын біріктірдім. Еркіндік үшін күрес менің жолым. Азаттықсыз жеңіс жоқ. Біздің мақсатымыз елді сақтау, жерді сақтау, халықты сақтау, келешек ұрпаққа аманат ету.